Ендігі кезекте номенклатура енгізуді үйренеміз. Номенклатура және қойма батырмасын басамыз. Осы жерден номенклатура таңдаймыз. Үстінен 2 рет басамыз. Менде алдын ала бәрі жасалынып қойылған. Товары, услуги. Егер сіздерде бұндай жаңағыдай қойым папкалар болмайтын болса, онда сіздерге кеңес беремін. Осындай арнайы папкалар ашып қойыңыздар. Тауарларға өзіне жеке, материалдарға жеке, услуга, яғни қызметтерге жеке. Ол былайша ашылады. Создать группу, және атауын жазасыздар. Сонымен записать, закрыть. Біздің жағдайымызда, мысал ретінде біз құрылыс материалдарын сатамыз. Соның ішінде металл жәшік сатамыз. Ол үшін тауарлар группасына кіреміз. Сол топтың ішінен создать, жаңа номенклатура енгіземіз. Біз металл жәшік сатамыз. Вид номенклатуры готовая продукция. Біз өзіміз өндірмейміз. Біз біреуден сатып алып, басқа біреуге үстінен қосымша құнын қосып, өзгелерге сатамыз. Алып сатумен айналысамыз. Готовая продукция, сырье материалы, прочие материалы, товары, приобретенные болады. Таңдаймыз. Единица измерения бұл жерде штук. Және де біз сатып алған кезде НДС-сіз алдық. Егер сіздерде НДС болатын болса, счет фактураға байланысты. Сол счет фактурадағы деректерді енгізесіздер. Біздің жағдайымызда без НДС. Записать, закрыть. Мінекей біз алғашқы номенклатура, яғни тауарды енгіздік. Келесі услуга. Мысалы бізден клиенттер, тапсырыс берушілер металл жәшікті сатып алды. Енді бізде оны жеткізіп беру қызметі бар. Сол үшін создать, жаңадан қызметті енгіземіз. Жеткізу қызметі жақсаның ішінде доставка деп жазып қояйық. Сіздерге түсінікті болу үшін. Жеткізу қызметі. Және өте маңызды бұл жерде қызмет, услуга болған жағдайда мына бір жерде галочка қоюымыз міндетті. Және де единица измерения бұл жерде услуга болады. Егер тізімде жоқ болса, жаңадан енгізесіздер. Создать. Услуга. Қызмет жақшаның ішінде услуга. Закрыть. Мінекей біздің қызметіміз енгізілді. Выбрать. Таңдау. Бізде без НДС, яғни қосымша құн салығынсыз жұмыс істейміз. Сол себепті без НДС таңдаймыз. Записать, закрыть. Мінекей біздің алғашқы қызметіміз енгізілді. 2 номенклатураны енгіздік. Сонымен товар және услуга. Номенклатураларды осылай әрі қарай жаңағыдай счет фактурадағы келген деректерге байланысты және өздеріңіздің сататын номенклатуралар тізімі бойынша енгізе бересіздер.